Ене 5-ші бөлім. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Ұлдарым өскен соң күйеуімнің де қызба мінезі басылайын деді. Бұл уақытта үлкен ұлым 25 жасқа келіп қалған болатын. Бір күні келіп, «Мама, мен үйленемін» дейді. Мен таңырқап қалдым. Ұнатып кездесіп жүрген қызы бар екен. «Ойбу, не дейсің?» деппін. Өйткені мен ене болуға дайын емес едім. Жалпы мен ене болуға дайын емеспін дегенім, елдің әйелдері секілді китке мата-сата артық ақша жинамаппын. Келін болып түскелі енем мен күйеуімнің тарапынан қолыңнан дым келмеді, салақсың, олақсың, шешең мен туыстарың алкаш деген сөздерді ести беріп, өз-өзіме сенімсіз, жалтақ болып қалдым. Өз-өзіме деген осындай пікір санама сіңіп қалған еді. Сол себепті болар ешкіммен дұрыс қатынас жасап араласа алмадым. Сол баяғы көрші Гүлземен бірге оқыған құрбым ғана келіп тұратын. Анам ұзақта, жылына бір рет қана келіп кететін. Оны да болса күйеуім жақтырмай жүретін. Шындығында енем қайтыс болғаннан кейін де 2 баланы өсіргенше біраз қиналдым. Екінші баламда кесір тілігін дұрыс жасамай, кескен жерім жазылмай іріңдеп, аурухананы жағалап, әрең жазылып еді. Одан кейін де 2 рет тұрбаларымды алып тастағанда тағы отаға түстім. Осыдан кейін денсаулығым күрт төмендеп кетті. Күйеуім де мінезі қызба, бір жағыма шығысып көмектескенді білмейді. Аялық ползунке дегенді үйіп қойып бірақ жуатынмын. Кейде қайнап келерім келіп қалғанда үйсідік сасиды деп маған сөйлеп жүріп үйді жиып тазалап жуысып кететін. Осылай жүргенде міне ұлым да ержетіп үйленемін деп отыр. Ұлым өте жанашыр, еңбекқор болып өсті. Ес білген шағынан бастап күйеуім екеуміздің талай ұрыс-керісімізді көріп өсті. Маған қатты жаны ашып тұратын. Кейде мен ауырып жатып қалған күндерде үйдің бар тіршілігін жасап, сиырды да сауып, сүтін пісіріп, маған шай тамақ беретін. Балам ерте есейіп кетті. Өзі қатары балаларымен асыр салып ойнайтын уағында мал қарап үй тіршілігін жасап жүретін. Есейген де соң өзі оқуға түсіп, жұмыс істеп, қосымша көлік алып сатумен айналысатын болды. Жастайынан ол да әкесінің талай таяғын жеді. Соған қарамастан әкесін сыйлайтын. Бір күні есейіп бозбала болған шағында сыныптастарымен көрші ауылға дискотекаға барып кеш келіп еді. Сонда әкесі боқтанып, «Қайда жүрсің?» деп қол көтермек болғанда, балам әкесінің қолын ұстап қалып, «Әке болды, мен енді ержеттім. Мұныңызды қойыңыз, анамды да мені де тоқпақтағаныңызды қойыңыз, жетер» деді. Осыдан кейін әкесі басылды. Сөйтіп балам үйленемін дегенде сасып қалғаным осы еді. Бірақ ұлым үйленемін дегенде үйленуіне әжептәуір қомақты қаражат жинап қойыпты. Сол ақшасына барып тойға дайындалдық. Балам бізге ешқандай салмақ салған жоқ. Тойдың бар шығынын қызға сырға апаратын киіт, кигізетіні бар, салатын алтыны бар, барлығын өзіміз алдық. Қайнап келерім де біраз қаражат берді. Өз анам, қаладағы ағам да біраз қосты. Сөйтіп құдалық тойға дайын барып, келінді қолдан алып келдік. Құдаларымыз оңтүстік жақтікі екен, бірақ осы Алматыға көшіп келгендеріне біраз жыл болып қалыпты. Келініміз менің ұлым секілді бір үйдің үлкені екен. Медициналық білімі бар маман екен. Өзінен кейін бір інісі мен сіңлісі бар екен. Інісі студент, сіңлісі әлі мектепте оқиды екен. Құда-құдағиымыз өзіміз қатарлы жақсы адамдар сияқты. Қыздарын дүркіретіп той жасап бізге ұзатып берді. Бізді де жақсы күтті. Жақсы жермен құда болдық.
Келін түскен соң көп ұзатпай балам той жасаймыз деп той қамына кірісті. Ұлым достарымен ұйымдасып мейрамхана тауып обалы не керек өз тойын өзі жасады. Біз тек ата-анасы болып өзімізше тойды өзіміз жасап жатқандай киініп алып қонақтардың ізгі тілектері мен құттықтауларын қабыл алып тұрдық. Қазір осы жайттар есіме түссе өз-өзімнен ұяламын. Үлкен ұлыма бар салмақты сала беріппіз. Ата-аналық міндетімізді дұрыс орындай алмадық-ау деп өкінемін. Құдаларым келінге үйіп-төгіп жасау әкелді. Мұндайды бұрын-соңды көрмеппін. Жатын жиһазынан бастап, соңы киім жайғанда түйрейтініне қыстырғышына дейін алып келіпті. Келінім үй тіршілігіне өте пысық болып шықты. Бар жасауын шығарып, үйім жайнап шыға келді. Ыдыс-аяғым, төсек жайма, бет орамалдар бәрі жаңарып қалды. Ас үйім тап-таза. Келін неше түрлі дәмді тағам дайындап, шынымен қолым ұзарып қалды. Баламның таңдауына риза болдым. Күйеуім келіннің тамағын мақтап отырып ішетін болды. Осы уақытта да балаларымның көзінше мені бір мұқатып қалудан қайтпайтын. Бұрынғы жастық шағымдағы олақтықтығымды айтып күліп отыратын. Мен осындайда келіннің алдында қатты қысылып қалатынмын. Келін мен ұлым үйленетін кезде жұмыстарынан бір айға демалыс алып келген екен. Демалыстары біткен соң екеуі де жұмысқа шықты. Ұлым келіншегін қатты жақсы көретін еді. Екеуі бір-бірін үнсіз түсінетін. Екеуіне қарап өз өміріме іштей жаным ашитын. Өмір бойы аюдай ақырған күйеуімнен алысып, жастық шағым өтті де кетті. Іштей баламды қызғанатын болдым. Бұл аналық қызғаныш бәрінде болатын шығар, білмеймін. Кейіннен білгіш Гүлзей көрші құрбымның сөзіне ере бастадым. Ол келінді бастан қатал ұста, енең қандай адам еді, сол секілді бол дейтін. Өз жеке пікірім жоқ, жасқаншақ, жалтақ, өз басым, сол сөздерге ере бастадым. Өз кемшіліктерімді жасыру үшін өзімше келініме қатал болайын дедім. Келінім келе сала көтерді. Декреттік демалысқа шыққанша жұмыс істеді. Кейін босанатын уақыты таяғанда үйде отырды. Сол кездегі аяғы ауыр-ау деп аямадым. Қиналып үй тіршілігін жасап жүрсе де көмектеспейтінмін. Балам мен күйеуім жұмыста, кіші ұлым қалада. Үйде келін екеуміз ғана қаламыз. Көрші Гүлзей келеді арасында. Келінге ондай кезде қою шай демдетіп, Гүлзеймен әңгіме соғып отырамыз. Одан жатып ұйықтаймын, сериал қараймын. Кешке күйеуім мен шалым келеді-ау деген уақытта ас үйге барып, келінге барып, үлгермей жатырсың ба, әкел нан кесіп жіберейін деп, өтірік дастархан жасасып жүретінмін. Болмаса келінім босанайын деп жүрсе де бәріне үлгеретін. Қазір осы қылықтарым есіме түссе, өкініш өзегімді өртейді. Ол да ана ғой, мен сияқты ана. Немерелерімнің анасы. Сөйтіп уақытысы келіп, келінім қыз босанды. Шалым екеуміз немерелі болдық деп қатты қуандық. Ұлым азанда жұмысқа кетерде және жұмыстан қайтарда соғады роддомға.